Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, жақсылар ма? Дүниежүзі тарихынан тест талдау. Үшінші сұрақ. Еуропада тұңғыш университеттер пайда болған мерзім. Жалпы енді университет туралы жалпы түсінік берейік, сосын Қазақстанда қандай университеттерге түсуге болады деген секілді ақыл кеңестерді және соған байланысты бір-екі лайфхакпен бөлісетін боламын. Енді университет латын тіліне аударғанда жиынтық, жинақ деген мағына береді. Жалпы қоғамдық, жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік әртүрлі салаларға бөлінеді өз ішіне. Яғни бір университет болады, тек сол ғана саланы оқытады, немесе кейбір университеттер болады, сол саладан бөлек, яғни көп дүниені қамтитын университеттер болады, иә. Енді соған жалпы тоқталатын боламыз қазір. Енді соны университеттің тарихы туралы айтып кетейік, одан кейін ары қарай жалғастырамыз. Енді алғашқы университет 12-ші ғасырда Батыс Еуропада пайда болды. Енді бұл дерек қаншалықты рас өтірік екендігін білмеймін, бірақ енді әуелгі мектептер болсын, әуелгі университеттер негізі ислам әлемінен шыққанын білеміз, иә. Бірақ енді бұл жерде университет ретінде қалыптасқаны осы 12-ші ғасырда Батыс Еуропада пайда болды дейді. Дұрыс жауап бізде демек С болады екен. 12-ші ғасырда. Енді қарайық. Жалпы енді Ресейдегі тұңғыш университет Мәскеу университеті, одан кейін Байер университеті Львов, ал Қазақстан жерінде алғашқы бізде қателеспесем Казгу ашылады, иә. Қазіргі 1934 жылы, 1920 жылы Түркістан мемлекеттік университеті, одан кейін Орта Азия университеті аталған. Жалпы Қазақстанда 7 ұлттық, 35 мемлекеттік және жақсы. Қазақстан университеттерін тоқтайық. Қазақстан жерінде осы тұрған университеттің тізімі, кейде өзіңізге қажет университетті осылай жазып қарасаңыз болады. Енді жалпы бірақ университетті қалай таңдау керек деген нәрсеге тоқталайықшы. Әуелі мына нәрсе мән берейік. Бізде көбісі университет таңдайды, яғни университет таңдайды, яғни осы бір күшті университет тіпті оның ішіне кез келген мамандыққа түсе салады, негізі ол дұрыс емес. Неліктен? Себебі университеттер аты айтып тұр да, бір нәрсеге маманданады. Соған қарай түскен ыңғайлырақ. Мысал ретінде педагогикалық университеттер ретінде, мысалы өзім оқитын Шваб таңдап көрсетейін, иә. Одан бөлек Абай атындағы, олар педагогика бағытында мықтырақ. Мысал ретінде келтіріп жатқаным, иә. Журналистика бағытында басқа мүлдем университет басқа, яғни әр университеттің өзінің ключевой мамандықтары болады. Мысалы СУ IT-ға мықты, бізде ғылыми жағынан мықты деген секілді. Сонымен қатар университетте для галочка ашылған, яғни ашылу керек, бар ма, бар дейтін мамандықтар бар. Ол жерде жай ғана сіз диплом ғана алып шығасыз, бірақ ешқандай білім, белгілі бір опыт, тәжірибе алып шықпауыңыз мүмкін. Сол үшін университет таңдағаннан бұрын, яғни университет сол мамандыққа қалай оқытады, ол жерде оқыған студенттер болса, солармен кеңескен дұрысырақ. Яғни бірінші мамандығыңызды қай университет мықты университет оқытады, соған түсуге. Мысал ретінде сіз мұнайды оқығыңыз келеді. Мұнайды сонау Алматыдан оқығаннан гөрі Атыраудан оқыған жақсы. Неге? Себебі сіз мұнайдың дәл қасында оқып жатсыз да. Ол туралы Алматыда оқыған адамның қарағанда сіз көбірек білуіңіз мүмкін, себебі сіз практикада көп көресіз да ол нәрсені. Сондай дүниелерді айтқым келеді. Мысалы, егер сіз Тау-Кен институтын оқығыңыз келе ме, онда Қарағандыға түсінсек, ол жерде более мықтырақ оқытады деген секілді дүниеде. Себебі өзінің әр университеттің өзінің мықты бір бағытталатын мамандығына қарай соған жүйелі түрде тарихы бар. Осы негізінен тарих қалыптасқан сол жылдар бойы, ғасырлар бойы сол жерде оқытылып келе жатқан дүниелер более пайда беретіндігін, яғни сапалық, ол уақыт өте келетін дүние. Жалпы енді осы тікелей сұрақтың жауабы түсінікті болған шығар. Үшінші сұрақ: Еуропада тұңғыш университеттер пайда болды. Соның ішінде Батыс Еуропада, ол бізде 12-ші ғасырда.